Birinchi rет Қазақстан құрама командасы футболдан әлем бойынша бірінші орын алды. Жақында ғана біздің соккер футбол жүйесі бойынша Қазақстан құрама командасы Украина құрама командасымен шығып, 2-2 тең болып, пенальтиден олар бірінші орынға иеленді. Бұл дүниежүзілік футболдың жарысы болған. Яғни бұнда 5-те бір адам ойнайды. Яғни бір қақпашы 5 ойыншы болады. Әлгінде біз үйреніп қалған 11 адамдық ойын емес, соның кішірейтілген түрі. Бірақ ана Тұрсынбек Қабат айтқандай, біз жайлап осы поляны үлкейте бергеніміз дұрыс болады. Ана сол мини футболдың полясын білдіртпей жылына 1 метрге ұзартып отырайық дейді. Егерде үлкейтсек, кім білет, біздің жастарымыз болашақта әлем чемпионы болатын сөзсіз. Айтпақшы, байқасаңыздар, осы жақында ғана Манчестер Сити мен Интер Милан ойнады ғой, Лига чемпионаты, иә? Сол кезде Манчестер Сити чемпион болды. Сол ойыншылардың барлығы жеңіске риза болып, бір Аллаға альхамдулилля. What do we say? Alhamdulillah. 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 Яғни Аллаға шүкір деп бәрі дұға жасады. Сондықтан да біз де осы жеңісті құттықтап, жеңісті тойлап, альхамдулилля деп қояйық.